Математика сабағы 4-ші сынып 103-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қорытындылау, ерекше өсімдіктер. Мақсаты таңдап алу әдісімен комбинаторлық есептер. Кеңістіктік ойлауға логикалық есептер шығарасың. Бірінші тапсырма. Арман 4 ерекше өсімдік туралы ақпарат тапты. Бірақ сабаққа тек 2 өсімдік туралы ақпарат апару тиіс. 2 өсімдікті таңдаудың неше нұсқасы бар? Өсімдік атауының бірінші әріптерімен белгілеп, барлық нұсқаларды жаз. Баобабты Б, айдақар ағашын А, Калифорния секвойясын К, романеско орам жапырағы Р әрпімен белгілеп, неше нұсқасы бар екенін табайық. Ал енді балалар, өзіміздің жұмысымызды тексереміз. Яғни бірінші нұсқасы баобаб пен айдақар ағашы. Екінші баобаб пен Калифорния секвойясы. Үшіншісі баобаб пен романеско орам жапырағы. Төртінші айдақар ағашы мен Калифорния секвойясы. Бесінші нұсқасы айдақар ағашы мен романеско орам жапырағы. Алтыншы нұсқасы Калифорния секвойясы мен романеско орам жапырағы. Олай болса бұның 6 тәсілі бар екен. Екінші тапсырма. Болат пен Серік өсімдікті ата ойынын ойнады. Ойын 3 рет жеңгенге дейін жалғасады. Ойын ойыншылардың біреуінің жеңуімен, жеңілуімен және тең түсуімен аяқталуы мүмкін. Ойында жеңудің, жеңілудің және тең түсудің неше нұсқасы бар екен? Ал енді өзімізді тексереміз. Болатты Б, Серікті С деп аламыз. Яғни Болат 3 рет жеңіп, 3 рет жеңілуі мүмкін, 1 рет тең түсуі мүмкін. Серік те солай 3 рет жеңіліп, 1 рет тең түсіп, 3 рет жеңуі мүмкін. Олай болса, 7 нұсқасы бар екен. Үшінші тапсырма. Кез келген бір таңбалы 4 сан ал. Мен 2, 4, 5 деген сан алдым. Олардан барынша көбірек 2 таңбалы сан құрастыр. Құрастырып болсақ, өзімізді тексереміз. Яғни балалар, 16 2 таңбалы сан құрастыруға болады екен. Төртінші тапсырма. Терезе алдында сары, қызыл, көк, түсті 3 ыдыста гүл өсіп тұр. Айна Арманға бір ыдыстағы гүлді, ал Алияға басқа ыдыстағы гүлді апарып беру керек. Айна неше тәсілмен орындай алады? Яғни сары мен қызылды, сары мен көк, одан қызыл мен сарыны, қызыл мен көкті, немесе көк пен сары, көк пен қызыл. Яғни 6 нұсқасы бар екен. Келесі тапсырма. 2 қызыл және 2 көк шарикті бір қатарға неше тәсілмен орналастыруға болады? Шариктердің түсінен басқа ешбір айырмашылық жоқ. Тексереміз өзімізді. 2 қызыл, 2 көк. Қызыл, көк, қызыл, көк. Екінші нұсқасы. Үшінші нұсқасы. Қызыл, көк, көк, қызыл. Төртінші нұсқасы. Көк, көк, қызыл, қызыл. Бесінші нұсқасы. Көк, қызыл, көк, қызыл. Алтыншы нұсқасы. Көк, қызыл, қызыл, көк. Олай болса 6 тәсілмен орналастыруға болады екен. Ал енді балалар, 6-шы тапсырмада кесте бойынша өрнек құрастырамыз. Яғни бөлінгіш 78965 қосу 774220, ал бөлгішіміз 69. Бұл жерде, яғни біздің бөлінгішіміз бірінші орындалу үшін, яғни қосындымыз бірінші орындалу үшін, біз оны жақшаға алады екенбіз. Сөйтіп, оны 69-ға бөлеміз. Мәні 12365 болады. Өзімізді тексереміз. Келесі өрнек. 741255-ді, яғни 490 бөлу 98. Яғни 490 бөлу 98 бірінші орындалу үшін оны жақшаға аламыз.
яғни өзімізді тексереміз. 490-ды 98-ге бөлсек 5 болады екен мәні. 741.255-ті 5-ке бөлсек 148.251. Жақсы балалар, келесі тапсырма. Есептің шартын оқимыз. Есеп бойынша графикке қарап, есептің шартымен сәйкессіздікті анықтаймыз. Есептің шартына түзету жаса. Ара қашықтығы 45 километр болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта жаяу жүргінші мен велосипедші жолға шықты. Велосипедшінің жылдамдығы 10 км сағат. Егер олар 2 сағаттан кейін кездескен болса, онда жаяу жүргінші қандай жылдамдықпен жүрген? Ал енді балалар, есептің шартын оқыдық. Графикке қарайық. Есептің шартымен сәйкессіздікті анықтайықшы. Яғни шартында 2 сағат деп тұр, ал графикте 3 сағат деп тұр. Олай болса балалар, міне, яғни біз шартына түзету енгізетін болсақ, 3 сағаттан кейін кездескен болса, онда жаяу жүргінші қандай жылдамдықпен жүрген? Яғни 45 километрді 3 сағатқа бөлсек 15 км сағат. 15 км сағат жақындау жылдамдығы. Одан велосипедшінің жылдамдығын алып тастасақ 5 км сағат. Яғни жаяу жүргіншінің жылдамдығы 5 км сағат. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Егерден сен өте жақсы түсінсең, сен үшін сабақ қызықты болса, онда көк гүлді таңдаймыз. Ал егерден сабақты жақсы түсінсең, сары гүлді таңдайсың. Ал егерден әлі де ізденуім керек десең, саған бүгінгі сабақ қиын болса, қызыл гүлді таңдаймыз. Рахмет балалар, сау болыңдар. Математика сабағы аяқталды.